құмар ойыны, яғни азарттық ойындар, соның ішінде букмекерлік кеңселер, неше түрлі ойындарға ақша тігу, бұл біріншіден дінімізде харам етілген іс болып табылады. Алла тағала құмар ойындары шайтанның лас істерінен одан ұзақ болыңдар деді. Алла тағала харам еткен нәрседе ешқандай береке болмайды. Ол табысыңыз харам болады. Ол табыспен сіз үйіңізді, бала шағаңызды азықтандырсаңыз, соған тамақ алып келіп, сол харам ақшамен алынған тамақты жейтін болса, ол адамда қатыгездік болады. Сол бала шағаңыз ертең өсіп шыққан кезде сізге ешқандай мейірімділік танытпайды. Сол үшін де сіз бұл арқылы өзіңіздің отбасыңызды, өзіңіздің болашағыңызды, бала шағаңызға артқан үмітіңізді ойрандап жатырсыз. Және одан кейін жалпы айтылады ғой, ақылды адам басқадан ғибрат алған адам дейді. Қазірге дейін сол букмекерлік кеңселерге, ойындарға ақша тігіп, соның нәтижесінде байып, керемет болып, абыройлы болып жатқан адамды көрген жоқпыз. Өзіміз өмірде қанша адамдарды көріп жатырмыз, қаланың жартысына қарыз, достарын ешқайсының бетін көре алмайды, бәріне қарыз, бәрінің алдында жалғаншы, өтірікші деген атаққа ие болған. Яғни сіз бұл дүниенің өзінде абыройдан айырылып, сондай бір жексұрынға айналасыз. Келесі ойында ақша шығарып аламын, келесі ойында көтеріп аламын деп, ақшаны тіге береді, сонымен қанша қарызға кіріп кетеді. Тіпті бағанағы мектепте істейтін әйелінің айлығына дейін, үйіндегі телевизор, холодильникке дейін бәрін сатып, бәрін тігіп, сөйтіп қарызға кіріп кеткен. Соңында өзінің сондай бір, яғни тупикке тірелгенін, тереңінен былыққа батқанын сезген кезде, көрген кезде, ол іштей емделгісі келеді, бірақ одан емделе алмай жатқан адамдар көп. Жалпы мынау дәрігерлер айтады, наркоманды, яғни нашақор адамды емдеп алу, әлгі азарттық құмар ойындарына кіріп кеткен адамды емдеп алудан қайда жеңіл дейді. Ал ертең Алланың алдына барған кезде оның жауабы өте ауыр болады. Сол үшін де бұл ешқандай бір жақсылыққа алып келетін нәрсе емес. Алла тағала харам дегеннен кейін тыйылсақ, біз соның барлығынан құтылар едік. Ал енді тыйылмағаннан кейін адамдар осындай проблемаларға душар болып жатыр. Сол үшін бұл нәрседен аулақ болайық.